Елінің азаттығы жолында асау жырымен де ержүрек ерлігімен де күреске түскен Махамбет Өтемісұлы 1804 жылы қазіргі Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданында дүниеге келген. Махамбеттің әкесі Өтеміс шешен, би адам болған екен. Оның 4 әйелінен Тоқтамыс, Бекмұхамбет, Махамбет, Қожа Ахмет, Ыбырайым, Әйіп, Хасен, Исмайыл, Сүлеймен, Досмайыл атты 10 ұлы болған екен. Өтеміс өте діни сауатты жан болған екен. Шариғат рұқсат берген 4 әйелді алуы ғана емес, ұлдарына Ибрахим, Аюб, Исмайыл, Сүлеймен секілді пайғамбарлар есімін беруі, тағы бір баласын пайғамбарымыздың немересі Хасеннің атымен атауы соның айғағы сипатты. Ал Махамбет есімінің бастауы Мұхаммедте жатқан біреу білер, біреу білмес. Халқымыздың пайғамбар есімін құрметтеп, бадырайтып атау көргенсіздік болар деп, алдына немесе соңына Бек, Қали сөздерін жалғау яки Махамбет, Махмұд деп өзгертіңкіреп айту бұрыннан бар үрдіс. Белгілі ақынымыз Мұқағалидың да азан шақырып қойылған аты Мұқағали еді. Сол секілді Махамбетті де әкесі өзі құрмет тұтатын пайғамбардың есімімен әдейі атаған секілді. Олған емес, өзге де бауырларына Бекмұхамбет, Қожа Ахмет деп ат қойған Өтеміс би Мұхаммед пайғамбарымызға деген ерекше сүйіспеншілігін білдіргендей. Махамбеттің өмірі қандай трагедияға толы болса, өлімі де сондай қайғы-мұңға толы. Жан жолдасы Исатайдан айырылып, өзін бассыз қалған денедей сезінген ақын, ау қызғыш қыз, қанатың қатты мойның бос. Исатайдан айырылып жалғыздықпен болдым дос десе, келесі бір өлеңінде Махамбеттей зарығып мұңды болған қайда бар дейді. Соған қарамастан ақын халықты қанаушылықпен күресін жалғастыра берді. Нәтижесінде Махамбеттің соңына шам алып түскен Баймағамбет Айшуақов арнайы жасақ құрып, батырды тірідей ұстап әкелген адамға 1000 сом, басына келгенге 500 сом сыйақы тағайындайды. Ақынның қалай өлтірілгені туралы Баймағамбет Сұлтан 1846 жылы 5 қарашада Орынбор шекаралық комиссиясына жазған хатында: "Мен шекаралық комиссияның талабына байланысты Махамбетті тұтқынға алу мақсатында 15 адамнан жасақ құрдым. Ол жасақта Ықылас Төлеев, Жүсіп Өтеулин, Жаңаберген Боздақов, Төрежан Тұрымов және Махамбеттің ағайыны Жайық Беріш, Мұса Нұралиндер болды. Жасақ Махамбет ауылына жарты шақырымдай қалғанда, киіз үйде Махамбеттің інісі Хасен және 5 қазаққа қосылып Махамбетте шықты. Олар қашу мақсатында үй сыртынан қашықтау жерде байлау отырған аттарына қарай беттеген мезгілде, Төрежан Тұрымов атымен шауып барып, Махамбеттің байлауда тұрған атын босатып жібереді. Махамбет жасақшыларға қарсыласып, қолындағы қанжармен ұмтылғанда, Жүсіп Өтеулиннің қанжарды қағып қалу мақсатында жазатайым тиген бір ғана шоқпар соққысынан қаза тапты деп жазған. Арысының өліміне зар жылаған Махамбеттің туыстары Орынбор шекара комиссиясына Махамбеттің үстінен арыз түсіреді. Қылмыстық іске тергеу жүргізген Редкиннің Махамбеттің 2 әйелінен алған жауабы сақталған. Сонда әйелдерінің бірі 1846 жылдың 31 қазанында берген жауабында былай баяндайды: "Осыдан 12 күн бұрын Тама руының старшинасы Төлеев Беріштің Есенғұл бөлімінің азаматы Өтеулин және өз ағайынымыз Нұралиндер және тағы 12 адам Жайық Беріш Өтемісовтың үйіне келіп, Адай руының биі Мауыттың 4 жылқысын немесе олардың құнын қайтаруын талап етті. Махамбет бұл талапты орындай алмайтындығын білдірді. Осы жөнінде әуелі дау туды. Келген адамдар Махамбеттің Айшуақов алдында жауап беру үшін олармен бірге жүруін талап етті. Бірақ Махамбет одан бас тартты. Киіз үй ішінде әуелі керіс, одан кейін опыр-топыр алыс-жұлыс басталды. Жанжалдасумен барлығы ұмар-жұмар алысып сыртқа шықты. Осы кезде Нұралин Махамбеттің қолын қапсыра ұстады да, Өтеулин оның басын қылышпен төбе тұсынан қатты ұрды. Махамбет мерт болды. Жасақшылар оның басын қылышпен шауып алды. Анандайда ат қазықтың түбінде Махамбеттің денесі қалды. Оның үстіндегі киімі дал-дұл, жыртық, басы жоқ. Қоңыр топыраққа қызыл қан тамған жылы денен құшақтап, жылап еңіреп, бала-шаға болып біз қала бердік те, келген қанішерлер сандықтағы ақшамыз бен заттарымызды 8 жылқы 4 түйеге қоса, Махамбеттің басын алып Хасен мен Бітімбайды тұтқындап, Елек өзенінің бойындағы Баймағамбет Айшуақов ставкасына кетті деген. Байқағанымыздай Махамбетті Баймағамбет адамдары әдейілеп өлтірген. Тек Орынбор шекара комиссиясы Айшуақовтың жазған хатына сүйеніп, Махамбет қорғаныс ретінде жұмсалған шоқпар соққысынан қаза тапты деген шешім шығарады да, өлтірушілер жазадан құтылып кетеді. Махамбеттің туыстары ақынның қанша басын сұрап барса да, Баймағамбет оны бермей қояды.
тіпті Исатай мен Махамбет көтерілісін басып жаншып, көтеріліс басшыларының бірі Махамбеттің көзін жойған үшін патша үкіметінің шақыртуымен Петербургке барып, қасиетті Анна орденін алып қайтады. Іштеріне кек қатқан ақынның туыстары патшадан қайыр жоқ екенін түсініп, сұлтаннан кекті өздері алмақ болады. Махамбеттің бажасы Асаубай Құдайкеұлы Петербургтен қайтып келе жатқан Баймағамбетті 1847 жылдың 30 наурызында Елек өзенінен пароммен өтіп келе жатқан жерінен күтіп алып, паромның арқанын қиып жібереді. Суға құлаған 5 адамның біреуі ғана тірі қалып, етжеңді Баймағамбет суға бірден батып кетіпті. Және батырдың түбіне жеткен жауыздың сүйегі қанша іздесе де табылмапты деседі. Ал Махамбеттің басын туыстары Баймағамбет сұлтанның жылқышысынан сұрап жүріп, қайда көмілгенін тауып, денесінің жанына жерлейді.